кімде кім түсінде пайғамбарды көрген болса, сүйінші бұл жалғаннан иманмен өтеді. Бәріміздің арманымыз сол. Я Раб, мен иманмен өтсем екен, иманым шайтан ұрлап кетпесе екен, соңғы сөзімді ла иляха иллаллах деп тілім бұрмаланып күрмеленбестен айтып кетсем екен деп сұраймыз бәріміз. Адам жан тапсыратын сәтте екі шайтан келеді, біреу аяғынан, біреу сол жағынан. Екеуінің қолында да мынандай стакандағы су болады. Су ішесің бе деп алдайды сізді. Бір риуаятта келеді, әлсіз болса да, екі шайтан келеді, біреу ананың бейнесінде, екінші әкенің бейнесінде. Біреу христианға өт деп айтады, екіншісі еврей дініне өт деп айтады. Сіз мастықта жатасыз, өлімнің мастығы дейді, қиналып жатасыз. Бір ес жинайсыз, бір жоқ болып кетесіз. Міне сол кезде келеді бағанағы шайтан, қолына су ұстап алған, су ішесің бе деп. Шөлдеп жатасыз сіз. Ол анандай шөл емес ол. Қазір мен мына ішсем шөлім қанатты, ол ондай шөл емес. Шайтан айтып келеді, айтады, ішесің бе деп. Сол кезде ішем дейсіз. Ол айтады, шартым бар, мына дінді тастап бет бұр дейді екен. Алла сақтасын. Егер сол бір кесе су үшін ұстанып келген дініңізді сатып жіберсеңіз, суды ішіп қойсаңыз болды, Алла сақтасын, соңғы сөзіңіз күпірлік болып тозаққа кетесіз. Сондай заттардан құтқаратын, алдын алатын зат білесіздер ме не? Намазыңыз емес, тағы басқа емес, мынандай салауаттар, пайғамбарымызға деген махаббат. Себебі хадисте айтып тұр ғой, кімде кім мені түсінде көрген болса, сүйінші бұл өмірден иманмен өтеді деген.